Ертеде жасыл орманның шетінде Айдар атты кішкентай тиін өмір сүріпті. Ол өте ширақ және айналасындағы дыбыстарды тыңдағанды жақсы көретін. Бүгін Айдар ерекше көңілді болып оянды. Ол бұтақтан бұтаққа секіріп жүріп, жерден 2 ағаш қасықты тауып алды. Ол оларды бір-біріне соға бастады. Кенеттен Айдардың қасына оның досы Зере атты кішкентай құс ұшып келді. Зере өзінің әдемі қанаттарымен мақтанатын. Сәлем Айдар, сен не істеп жүрсің? Сәлем Зере, қарным ашып, жаңғақ іздеп жүргем. Ендеше бірге іздейік, көңілдірек болады ғой? Иә, келістік, бірге әлде қайда қызықты. Онда аттанайық. Кенеттен қатты жел соқты. Зере қанаттарын жылдам қағып, желмен бірге билей жөнелді. Орман іші шуылдап кетті. Күннің көзі бұлтқа жасырынды. Орман қараңғылана бастады. Ол су болмау үшін үлкен саңырау құлақтың астына тығылды. Тырс-тырс! Көптен күткен жаңбыр да басталды. Су тамшылары жапырақтарға түсіп, ерекше дыбыс шығарды. Сол сәтте шөптің арасынан кішкентай қомыс шыға келді. Ол асығыс жүгіріп бара жатып, қатты тықылдаған дыбыс шығарды. Зере оны қызықтап тамашалады. Көп ұзамай бұлттар тарап, айтадан күн шықты. Жаңбыр тоқтап, айнала жарқырап кетті. Айдар мен Зере дымқыл шөптің үстінде қуана секіріп ойнай бастады. Айдар ескі шашаның түбінен үлкен, іздеп жүрген алтын түсті жаңғағын тауып алды. Қарашы Зере, бұл жаңғақ қой, енді қарнымыз тоятын болды, алақай. Бұл бүгінгі күннің ең үлкен сыйы еді. Орман іші қайтадан көңілді, әуенге толды. Достар барлық аспаптарды жинап, нағыз орман концертін ұйымдастырды. Ертегі осымен аяқталды.